Саламатсыздар ма? Бүгінгі қарастыратын тақырыбымыз газды бензинсіздендірудің абсорбциялық тәсілі тақырыбының жалғасы. Бүгін екі сұрақ қарастырылады. Ол абсорбциялық процесті таңдау және екіншісі десорбция процестерін таңдау, абсорбциялық буландыру колоннасы. Майлы абсорбциялаушы қондырғыда 33-ші суретте көрсетілген 1,3-4 мегапаскаль қысымға дейін сығылған шикі газ май бөлгіштен схемада көрсетілмеген тоңазытқыш және сепаратор арқылы өтетін бөлінген көмірсутектік конденсаттан тазартылады да абсорбердің төменгі табақшасына беріледі. Үстіңгі табақшаға кедей абсорбент беріледі. Бензинсіздендірілген газ абсорбер үстінен шыға берісте сепараторға келіп түседі де абсорбент тамшылары тұндырылады. Абсорберде үшінші аппарат қалпақты типті 30 барботажды табақшалар болады. 10-шы және 11-ші, сонымен қатар 20-шы және 21-ші табақшалар арасында бітеу табақшалары орнатылған. Олардан жартылай қаныққан абсорбент насостармен шығарылған аралық тоңазытқыштар бір арқылы айдалып, қайтадан колонналарға бітеу табақшалар астында орналастырылған барботажды табақшаларға беріледі. Гидростатикалық жүктелім жеткілікті болған жағдайда тоңазытқыштар арқылы сұйықтық ағынын насостарсыз орындауға болады. Абсорбердің үшінші аппарат төменгі жағынан қаныққан абсорбент деңгей реттегіш арқылы абсорбциялық буландыру колоннасына 5-ші аппарат ағызылады. Онда абсорбенттен метан және этанды буландырады. Кейде бұл колонна абсорбер детонизатор немесе фракциялаушы абсорбер деп аталады. Колонна 3 бөліктен тұрады: жоғарғы абсорбциялық, төменгі буландыру және айдау кубы, басқаша оны кубтық бөлім деп атайды. Көмірсутектермен қаныққан абсорбент буландыру секциясының үстіңгі табақшасына беріледі және бітеу табақшада жиналады. Бітеу табақшадан насоспен сорып жылалмастырғыштар 6 арқылы айдау кубына беріледі. Қыздыру нәтижесінде қаныққан абсорбенттен булар бөлінеді. Олар буландыру секциясына көтеріле отырып, абсорбенттен жеңіл көмірсутектердің, метан мен этанның, ішінара пропан мен одан жоғарылардың буландырылуына ықпал етеді. Буландыру секциясынан өткеннен кейін булар абсорбциялық секцияға көтеріледі. Онда оларға қарсы абсорбциялық секцияның жоғарғы табақшасына берілетін қанықпаған абсорбент ағады. Бұл абсорбент төменгі секцияда метан және этанмен бірге буландырылған ауыр көмірсутектерді сіңіреді. Метан мен этан шламдық құбырмен сепаратор 2-ге шығарылады және одан қысым реттегіш арқылы таратушы пунктте бағытталады. Бұл газ негізінен қазандық және құбырлық пештер отыны ретінде қолданылады. Колоннаның айдау кубының төменгі жағынан этансыздандырылған абсорбент өз бетімен жылу алмастырғыштар 6 арқылы десорбер 7-ге ағызылады. Десорберде абсорбенттен сіңірілген барлық көмірсутектердің буландырылуы өткізіледі. Десорбер абсорбердегідей табақшалармен жабдықталған және 2 бөліктен тұрады: үстіңгі бекітуші және төменгі айдау. Қаныққан абсорбент айдау бөлігінің үстіңгі табақшасына беріледі. Қыздыру және қысымды төмендету нәтижесінде қаныққан абсорбенттен булар бөлінеді де бекіту бөліміне көтеріледі. Ал сұйық фаза айдау секциясына ағып түседі. Жылуды колоннаның 7 төменгі бөлігіне береді. Ол үшін қанықпаған абсорбенттің бір бөлігі десорбердің төменгі бөлігінен шығарылып, насос 4-пен құбырлы пеш 10 арқылы айдалады да, бұл сұйықтықты фазада колонна 7-нің төменгі бөлігіне қайтарылады. Айдау секциясының төменгі жағынан көтеріле отырып, абсорбент булары біртіндеп салқындатылады және конденсациялана отырып, жылуын ағып отырған сұйықтыққа береді. Сұйықтықтан бензинді көмірсутектер буландырылады.
буландырылған көмірсутектер десорбердің бекіту секциясына көтеріледі. Оларға қарама-қарсы салқын суландыру ағыны ағады. Салқын суландыру мөлшерін колоннаның берілген температурасына байланысты реттейді. Десорбердің үстіңгі жағынан шығарылып жатқан булар конденсатор тоңазытқыш 8-де конденсацияланады. Конденсатордан шығарылып жатқан тұрақсыз бензин рефлюксті сыйымдылық 9-ға ағызылады. Бұл бензиннің бір бөлігі десорберге суландыру ретінде беріледі. Ал артық мөлшері деңгей реттегіш арқылы газ фракциялау қондырғысына бағытталады. Десорбердің төменгі бөлігінен қанықпаған абсорбент жылу алмастырғыштар 6 және тоңазытқыш 1 арқылы сыйымдылық 9-ға беріледі. Сыйымдылықтан қанықпаған абсорбент колонна суландырылуына беріледі. Сонымен қатар сыйымдылыққа 9-шы аппарат таза абсорбент беріледі. Мұнайлық және табиғи газдарды өңдеуде бензинсіздендірудің абсорбциялық қондырғыларының әртүрлі технологиялық схемаларын қолданады. Технологиялық схеманы таңдау келесідей негізделеді. Бірінші, өңделетін газ мөлшеріне. Екінші, газ құрамындағы мақсатты компоненттердің этанның, пропанның және одан жоғарылардың мөлшерімен анықталады. Үшінші, шығарылып жатқан сұйытылған газдар мен газды бензинге сұранысқа негізделеді. Және төртінші, ауданның энергетикалық қорларымен және тағы басқаларымен анықталады. Компоненттерді бөлу дәрежесін арттыру үшін абсорбция процесінің технологиялық схемаларында келесідей әрекеттер қолданылады. Бірінші, абсорбент пен газды төмен минустық температураларға дейін арнайы хладагенттермен, мысалы пропан және аммиак, салқындату. Екінші, абсорбция жылуын шығарылған абсорбент тоңазытқыштарында төмендету. Үшінші, абсорбентті алдын ала қанықтыру. Төртінші, шикі газды алдын ала бензинсіздендіру. Бесінші, абсорберде қаныққан абсорбентті алдын ала метансыздандыру. Алтыншы, төмен молекулалық абсорбент қолдану. Жетінші, абсорбциялық буландыру колоннасы мен десорбердің күрделі конструкцияларын пайдалану. Және сегізінші, екі сатылы абсорбцияны қолдану. Майлы абсорбциялаушы қондырғы жұмысының эффективтілігі газдан мақсатты компоненттерді шығару коэффициенттерімен анықталады. Қазіргі заманғы газ өңдеу заводтарында пропанды шығару коэффициенті 0,6-0,9-ды құрайды. Бутандарды 0,8-0,98, ал газды бензинді 0,94-0,99-ды құрайды. Абсорбердегі көмірсутектерді шығару коэффициенті қысымға, абсорбцияның орташа температурасына, абсорбенттің алдын ала қанығуына және шикі газдың алдын ала бензинсіздендірілуіне, абсорбент сапасына, өзара жанасатын абсорбент пен газ мөлшерлерінің өзара қатынасына, сонымен қатар абсорбердегі табақшалар санына, олардың конструкциясына және абсорбердегі газ жылдамдығына байланысты. Абсорбция процесінде қысым жоғары болған сайын басқа тепе-теңдігі шарттарда пропан және одан ауыр көмірсутектерді шығару коэффициенті жоғары болады. Бірақ қысымның өсуімен метан мен этанның абсорбентте ерігіштігі артады. Ал бұл ауыр көмірсутектердің лақтырылу газдарының жоғарылауын көбейтеді. Газ өңдеу заводтарының көбісінде егер шикізат ретінде құрамындағы тұз және одан жоғарылардың мөлшері 300 грамм метр кубтен және одан жоғары болатын мұнайлық газ қолданылса, абсорбция процесін 3,5-3,8 мегапаскаль қысымда өткізеді. Ал кейіннен бензинсіздендірілген газ арнайы компрессорлармен 5,5 мегапаскаль қысымға дейін магистралды газ құбырларына беру үшін қосымша сығылады. Абсорбция температурасын 6 мегапаскальға дейін өсіру тек қана неғұрлым құрғақ газдарды
құрамындағы С3H8 және одан жоғарылар мөлшері 200 грамм метр кубқа дейін болатын бензинсіздендіру кезінде тиімді болады. Құрамындағы С3H8 және одан жоғарыларының мөлшері 200 грамм метр кубтен жоғары болатын газдарды 6 мегапаскаль қысымда абсорбциялау кезінде пропанды шығару коэффициенті 3,5 мегапаскаль қысыммен салыстырғанда төмен болады. Ол лақтыру газдары мен пропан жоғалтуларының өсуімен түсіндіріледі. Температураның өсуімен көмірсутектер тепе-теңдіктер константаларының мәні өседі. Константаның өсуімен абсорбция факторы төмендейді және сәйкесінше шығару коэффициенті төмендейді. Абсорбент пен көмірсутектер буларының сіңірілуі конденсация жылуының, бұл жағдайда абсорбция жылуының бөлінуімен өтеді. Сондықтан колоннаның төменгі жағынан шығарып жатқан қаныққан абсорбент температурасы колоннаға берілетін кедей абсорбент температурасынан 5-20 градус Цельсийге жоғары болады. Неғұрлым газ майлылау болса, соғұрлым оның құрамында мақсатты компоненттер мөлшері жоғары болады. Соғұрлым абсорбция жылуы көбірек бөлінеді және колоннадағы абсорбент температурасы жоғарылайды. Абсорбент қыздырылуы аппараттың жоғарғы және төменгі бөліктерінде өтеді. Абсорбердің жоғарғы екінші, үшінші табақшасында метан мен этанның негізгісі сіңіріледі. Ал бутандар мен пентандар сіңірілуі абсорбердің төменгі табақшаларында өтеді. Пропанның сіңірілуі шамамен аппарат биіктігі бойынша біркелкі болады. Процестің орташа температурасын төмендету үшін жылуды әкетіп отыру қажет. Абсорбциялық буландыру колоннасында екі процесс бірге өтеді. Абсорбция және буландыру десорбция. Колонна екі бөліктен тұрады. Төменгі буландыру, жоғарғысы абсорбциялық. Әдетте абсорбциялық буландыру колоннасының әрбір бөлігінде 18-20 табақшадан болады. Газ өңдеу заводтарындағы абсорбциялық буландыру колонналарындағы қысым 0,9-дан 18 мегапаскальға дейін деп қабылданған. Бұл колонналардағы температура 130-245 градус Цельсий. Колоннадағы абсорбцияның орташа температурасы суландыруға берілетін кедей абсорбент температурасына байланысты. Егер абсорбция процесі қоршаған орта температурасында өткізілсе, абсорбцияның орташа температурасы 50 градус Цельсий болады. Төмен температуралық абсорбция қондырғыларында абсорбциялық буландыру колонналарындағы абсорбцияның орташа температурасы 0-10 градус Цельсий. Мұндай колонналарға келіп түсетін шикізаттың температурасы кең диапазонда ауытқиды, шамамен 80-200 градус Цельсий. Десорберде процестің соңғы сатысы қаныққан абсорбенттен газдан сіңірілген барлық көмірсутектерді буландыру өтеді. Нәтижесінде абсорбент регенерацияланады, яғни өзінің сіңіргіштік қабілеттілігін толық қалпына келтіреді және салқындатылғаннан кейін қайтадан абсорберге беріледі. Десорбция кезінде қалыпты пентанның десорбция факторын 0,99 етіп қабылдайды. Сол кезде пропан, изобутан, нормалды бутан және изопентан сияқты неғұрлым төмен қайнайтын көмірсутектердің буландырылуы толық болу керек. Десорбция процесін өткізу кезінде абсорбенттің басқа фракцияларының колоннаның жоғарғы өнімі тұрақсыз бензинге енуін болдырмау керек. Десорберде 30-40 ректификациялық табақтар болады. Суландыру ретінде конденсацияланған жоғарғы өнім қолданылады. Десорберлердің жұмысшы қысымы 0,7-1,1 мегапаскаль аралықтарында. Конденсацияланған жоғарғы өнімнің температурасы 30-40 градус Цельсийден аспау керек. Абсорбент ретінде жарықтандырылған
керосинді қолдану кезінде колоннаның төменгі бөлігінің температурасын 270-290 градус Цельсий аралығында ұстап отырады. Десорбердегі қысым 0,7-1,1 мегапаскаль аралығында қабылданған. Бүгінгі сабақта біздердің қарастырғанымыз абсорбциялаушы бензинсіздендіру қондырғысын және сол қондырғыда қолданылатын абсорбер мен десорбердің жұмыс істеу принципін қарастырдық. Тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.